Сәлеметсіңдер ме, қалайсыңдар? Бүгін 4-ші сыныптың 6-шы сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп және де лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз табиғат ғажайыптары, фонетика әлеміне саяхат. Тыңдаған мәтіннің тірек сөздерін белгілей алатын боламыз. Тірек сөздер арқылы мәтіннің мазмұнын айта алатын боламыз. Мерей, тыңдашы. Айналамыздағы сан түрлі дыбыстар естіледі. Ұшып бара жатқан ұшақтың гүрілі, желдің гуілі, судың сылдыры, иттің үрген дауысы, құстардың сайрағаны, күннің күркірегені, ағаш жапырақтарының сыбдыры, тағы да басқа. Бұлардың басқа тіл дыбыстары бар емес пе? Олар бір-бірімен бірігіп, мағынада сөз жасайды. Тіл дыбыстарының естиміз әрі айтамыз. Осы тіл дыбыстарын жасалу, айтылу, естілу, буын, екпін, интонация мәселелерін тілдің фонетика саласы қарастырады. Саяхатымызды тіл дыбыстарынан алдыңғы сыныптарда өткен материалдарды қайталап еске түсіруден бастаймыз. 25-ші тапсырма: сөздерді оқы. Көбелек, шын, ұлан, ер, жапырақ, өлке, көгершін, пияз, киік. Әр сөзде неше дыбыс, неше әріп барын айт. Қай сөзде неше дыбыс пен әріптің саны бірдей емес. Дыбыс пен әріптің бір-бірінен өзгешелігі неде? Бұл жерде бізде әріп дегеніміз, яғни әріптер саная, ал дыбыс дегеніміз сол әріптердің кейбіреулері бір әріп екі дыбыс болып есептелуі мүмкін. Сол секілді көбелек сөзінде 7 әріп 7 дыбыс бар, шын сөзінде 3 әріп 3 дыбыс бар, ұлан сөзінде 4 әріп 4 дыбыс, ер сөзінде 2 әріп 2 дыбыс, жапырақ сөзінде 7 әріп 7 дыбыс, өлке сөзінде 4 әріп 4 дыбыс, көгершін сөзінде 8 әріп 8 дыбыс, пияз сөзінде 4 әріп 5 дыбыс, киік сөзінде 4 әріп 4 дыбыс бар екен. Бұл жердегі яғни әріптер мен дыбыстар сәйкес келмейтін сөз бұл пияз деген сөз. Яғни бұл жерде я әріпі 2 әріп болып естіліп тұр, я? Дыбыстың әріптен айырмашылығы дыбыс айтылады және естіледі. Ал әріп болса, біз оны көре аламыз және жазада аламыз. Яғни айтылып естілетін тілдік құбылысты дыбыс дейді екен, ал дыбысты айтады және естиді. Ал дыбысты таңбалау үшін алынған белгіні әріп дейді екен. Әріпті жазады және көреді. Келесі тапсырма бізде сызба бойынша тіл дыбыстары туралы білетініңді айт дейді. Яғни дыбыс дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінеді. Дауысты жуан жіңішке, дауыссыз қатан, ұян, үнді. Еске түсірейік, дауыссыз дыбыстар, яғни үн мен салдырдың қатысына қарай үшке бөлінеді. Ұян, үнді, қатан. Яғни ұян әріптеріне Б, Б, Г, Г, Д, Ж, З, Х әріптері жатады. Ал үнді әріпіне И, Л, М, Н, Н, Р, У әріптері. Ал қатанға К, Қ, П, С, Т, Ф, хат дегенде Х, Ч, Ц, Ш және Ш. Ал дауысты дыбыстарда біз тек қана яғни үшке бөлеміз. Олар яғни айтылу кезінде ауа өкпеден кедергісіз шығып, үннен ғана тұратын дыбыстарды дауысты дыбыстар дейміз, я? Дауысты дыбыстардың жіктелуі, дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан жіңішке, жақтың ашылу қалпына қарай ашық және қысан, еріннің қатысу қалпына қарай еріндік және езулік болып дауысты дыбыстар болып табылады. Яғни естеріңе түсіргендей жуан дауыстылар А, О, О, Ы, У, жіңішке дауыстылар А, Ә, Ö, Ö, И. Осы секілді ашық дауыстылар, қысан дауыстылар, еріндік дауыстылар және езулік дауыстылар осы суретте көрсетілген. Енді осы ақпараттарды пайдалана отырып келесі тапсырмаларды орындаймыз. Келесі бізде 27 мәтінді тыңда. Бұлт өзеннен су алса. Кейде сіркіреп, кейде нөсерлеп жауатын жаңбыр қайдан шығады? Шағын бұлақтар, үлкен өзендер қайда барып құяды? Осы сулардың біразы егінді суғарғанда, жазық жайылымға жойылғанда, жерге сіңіп, жер астындағы су қорында қосылады. Содан кейін бастау немесе құдық арқылы қайтадан жердің бетіне шығады. Ал кейбіреуі үлкен көлдерге құяды. Көл айдыны арқылы буланады, бұлтқа айналады. Содан соң жаңбыр болып жерге қайта жауады. Бабаларымыздың бұлт өзеннен су алса ғана жауады деуі содан шығар.
Сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ не туралы? Екінші сұрақ нелер туралы? Жер астындағы су қорына нелер қосылады? Су жерінің бетіне не арқылы шығады? Кейбіреуі қайда құяды? Көл айдыны арқылы не істейді? Бабаларымыз бұл туралы не деген? Қарамен жазылған сұрау мағынасындағы сөздерге жауап болатын сөздерді тірек сөздер қатарын құра дейді. Яғни біз не, нелер, қайда, не істейді, не деген сөздердің жауаптарын жазып шығамыз. Және де жаңбыр, шағын бұлақтар осыны жалғастырып жазамыз. Өзін құраған тірек сөздер бойынша мәтіннің мазмұнын айтып көреміз. Яғни ең бірінші бізде жаңбыр, екінші шағын бұлақтар және үлкен өзендер, үшінші сулар, жаңбырлар, өзендер, нелер деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Төртінші не, бастау, құдық. Бесінші нелер, үлкен көлдерге не істейді? Буланады. Және жетінші бұлт өзеннен су алса ғана буланады деген сөздер. Тапсырманың соңғы жағындағы жаңбыр, шағын бұлақтар жалғастырамыз. Өзендер, құдықтар, бастау, буланады. Яғни негізгі жалғастырушы сөздер осылар болады екен. Келесі тапсырма бізде 28-18 беттегі мәтіннен нақыл сөзді тауып жаз. Сөз сөйлемдегі сөздерге үлгі бойынша дыбыстық, әріптік талдау жаса дейді. Жазбаша талдау үлгісі яғни көрсетілген дауыстыны д әрпімен, екінші ұян дауыссызды о әрпімен, қатан дауыссызды қ әрпімен, үнді дауыссызды үнді әрпімен бағдар сызық арқылы белгіле дейді. Және де бір сөзде қанша буын, қанша дыбыс, қанша әріп бар екенін жазамыз. Және де ауызша талдау үлгісінде бұлт сөзінде бір буын, бұлт 4 дыбыс, оның біреуі дауысты, үшеуі дауыссыз, және 4 әріп бар. Сөздің бірінші дыбысы б, ұян дауыссыз, о, жуан дауысты, л, үнді дауыссыз және қатан дауыссыз. Ендеше біздегі нақыл сөз бұлт өзеннен су алса ғана жауады. Бұл жерде яғни бұлт сөзі бізде талдалып қойды, сондықтан өзеннен деген сөзден бастаймыз. Өзеннен сөзінде 3 буын бар. 3 буын 7 дыбыстан құралады, 3 дауысты. Яғни бізде 7 сөздің әріптің қандай дауыссыз, ұян, үнді екені астында көрсетіліп тұр. Яғни ө әрпі дауысты, з әрпі ұян, е әрпі дауысты, н әрпі үнді, 2 үнді және де е дауысты, және соңғы әрпі қайтадан үнді болады екен. Екінші су бір буыннан, 2 дыбыстан, 1 дауыстан тұрады. Яғни бірінші с әрпі қатан дауыссыз, екіншісі дауысты болады екен. Осы секілді алса ғана жауады деген сөздердің дыбыстық талдамасы алдарыңда көрсетілген. Яғни алса 2 буыннан тұр, ғана 2 буыннан тұр, жауады 3 буыннан тұр. Олардың әрқайсының дыбысы дауысты және астындағы ұян үнді екені көрсетілген. Келесі тапсырма. Шығармашылық үзіліс, яғни сызық бағытымен бастапқы бір әріптен кейінгі 2 әріп тастай отырып оқығанда мәтел шығады дейді. Мәтелді түсініп оқы. Шыққан мәтелдегі сөздерге ауызша және жазбаша фонетикалық талдау жаса. Мәтелден бірге дауысты, бірде дауыссыз болып тұрған дыбысы бар сөздерді тап. Неге олай екенін дәлелдеп көр дейді. Бұл жерде бізде шығып тұрған мақал, яғни мәтеліміз, ол бізде туған жердің ауасы да шипа сөзі. Яғни бұл сөздерге егерде дауыстық фонетикалық талдау жасайтын болсақ, туған жердің ауасы шипа, яғни осы 4 сөзді бірінші туған 2 буын, 5 дыбыстан, 5 әріптен, 2 дауыстыдан тұрады, 3 дауыссыздан тұрады. Дауыссыз у әріптері т, ғ, н әріптері, бұлар қатан, ұян, үнді болады. Осы секілді барлық сөздердің фонетикалық талдауы суретте көрсетілген. Ал бұл жерде дауысты әріпінен кейін дауыссыз, яғни екеуі қатар келіп тұрған сөз, бұл да деген сөзде ауасы да. Және де туған сөзінде де байқасаңдар, бір дауыссыз, бір дауысты, бір дауыссыз, бір дауысты және дауыссыз болып осылай кезегімен орналасқан екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.